Сәлем достар, бүгін біз каналымызда 4 көз мезгілін бір талдың бойында салатын боламыз. Ол үшін ақ парағымызды алып, меніңде A5 формат парағымызды алып, бір бөлімнен бастаймыз. Яғни біз көздің бөлімінен бастаймыз. Ол үшін сары және де қызғылт сары түстерді алып осылай бұрышынан бастап бояп шығамыз. Бояуымыз қою болу қажет. Кейіннен қызыл түсті алып шетіне қарай бояй бастаймыз. Яғни бізде переход болу керек. Жұмсақ переход. Сарыдан қызғылт сарыға, қызғылт сарыдан қанық қызыл түске. Жақсылап бояп шығамыз. Одан кейін кисточкамызды жуамыз. Және де сол таза суланған кисточкамызбен ұрғылау тәсілі арқылы переходымызды жұмсартамыз. Ал соңында сурет, яғни бұл бөлім кебіңкіреген кезде ақ гуашпен ортасынан шетіне қарай бояймыз. Жан! Нельзя! Амир, нельзя! 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 Ақ гуашымызды аламыз. Оң жақ бұрышынан бастап төмен қарай ақ бояумен бояп шығамыз. Яғни палитрамызды, переходымызды жұмсартамыз. Енді таза кисточкамызды алып, дәл сол ақ бояуымызды екінші бұрыштың ортаңғы бөліміне салып шығамыз. Яғни бізде қағазымыздың ортаңғы бөлімі ақшыл түстес болады. Яғни күннің суреті бар секілді. Ендігі кезекте ақшыл көк түсті аламыз және де шетіне қарай біз қанық қатты көк түспен бояймыз. Дәл бірінші төртбұрыш бөлімінде секілді кейіннен таза кисточкамызды алып ұрғылау тәсілі арқылы переходын жұмсартамыз. Бұл жерде де бізде ақ түсті гуаш қажет. Себебі ортасынан шетіне қарай осылай переходымызды жұмсарту үшін ақ түсті гуашпен бояймыз. Негізі жалпы ақ гуаш бізде көп жұмсалады. Оны үлкен банкамен сатып алған дұрыс деп ойлаймын. Оны Wildberries'тан немесе сурет салуға арналған магазиндерде болуы мүмкін. Ал енді үшінші мезгілге
көшеміз. Дәл сол сияқты ортаңғы бөлімін бояп шығамыз ақ гуашьпен. Төртінші төртбұрышты де бояп шығайын деп шештім. Кебін кіреп тұру үшін. Міне осылай ортаңғы бөлімде бізде жарық ақ болады. Көк түсті бөлімді де және де қызғылт сары бөлімді де бірлет осылай бояп шығыңдар. Сонда өте әдемі болып көрінеді. Енді бізге көктем мезгілін салу үшін бізге қызғылт, ақшыл қызғылт түс қажет болады. Осылай ортаңғы бөлімін қызғылт, ақшыл қызғылт түспен бояп шығамыз, ал шеткі бөлімін біз күлгін түспен бояймыз. Күлгін түсті шығару үшін қызғылт түсімізге міне мен күлгін түсті өзім палитрамда болғанын қолданамын деп ойладым, бірақ менің күлгін түсім күлгін түске ұқсас емес болды. Сондықтан бұл түске қанық көк түсті қосып жіберіп араластырған кезде нағыз күлгін түстің өзі шықты. Енді переходын жұмсартамыз ұрғылау тәсілі арқылы және де ақырындап жаз мезгіліне көшеміз. Ол үшін бізге сары түс қажет болады. Ең алдымен ол сары түсіміз бізде бар. Қанық емес, ақшыл сары түсті қолданамыз. Ал үшінші бөлімі, яғни бұл төртбұрыштың жасыл түсті болады. Жоғарыда айтқандай переходты жұмсартамыз, яғни таза кисточкамызбен ұрғылау тәсілі арқылы осылай переходымызды ақырындап жұмсартып шығамыз. Суретіміз кебіңкіреген кезде тағы да ақ түсті алып, ортаңғы бөлімін қайтадан бояп шығамыз. Ал енді қара түсті гуашымызды дайындаңыздар, себебі біз ортасында орналасқан талдың суретін саламыз. Бұл талды сіздер жіңішке кисточкамен салсаңыздар да болады, немесе өздеріңізге ыңғайлы жуан кисточкамен салсаңыздар да болады. Мен бұл жерде жуан кисточкамен салуды жөн көрдім, себебі шеткі бөлімінмен оңай жіңішке сабақтарды сала аламын. Ал талдың өзінің дінін болса жалпақ бөлімінмен салып шықтым, яғни діні қалың болу үшін. Төменгі бөліміндегі сабақтарды саламыз, және де бұл талда тамыр бар. Ол тамырларды да әлбетті түрде салып шығамыз. Нельзя.
Ал енді суретіміздің ең қызық бөлімі мезгілдерді, жыл мезгілдерін сала бастаймыз. Ең алдымен күзден бастаймыз. Ол үшін қызыл түсті алып, жапырақтарды осылай кисточкамызды бір рет тигізу арқылы салып шығамыз. Талдың бойындағы ағаштардың жапырақтарын саламыз, яғни біз толығымен ағаштың сабақтарын жапырақпен толтырамыз. Және де ауада жерге түсейін деп тұрған жапырақтарды бейнелейміз, және де жерге түсіп қалған жапырақтарды бейнелейміз. Бұл күз мезгілінде бізде қызыл түс қана емес, сары түсті жапырақтар да болады. Сондықтан да сары түстеріңізді дайындап отырыңыздар. Ал енді қыс мезгіліне көшеміз. Қыс мезгілін бейнелеу өте оңай. Онда біз тек қана ағаштардың, яғни біздің ағашымыздың сабақтарына қарды қондыру арқылы бейнелейміз. Яғни қардың суретін салуға тырысамыз. Тек қана талдың бойында ғана емес, кисточкамызды шашырату арқылы қардың шапалақтап жауып тұрған кезегін бейнелейміз. Ал кисточкамызды тазартып алып, енді біз қызғылт түс жасап, ақ түспен қызыл түсті араластырып, қызғылт ақшыл түс жасап, сол кисточкамызбен ұрғылау тәсілі арқылы көктемді бейнелейміз. Яғни осылай ақырын-ақырындап кисточкамызды, немесе кисточканың орнына құлақ шұқитын таяқшаларды немесе ыдыс-жуатын губканы да пайдалансаңыз болады, бірақ маған кисточкамен жасау бұл ыңғайлырақ болды. Тек қана қызғылт түс емес, бұл жерде кейінірек үстінен ақ түсті гүлдерді де қосамыз. Сол кезде біздің көктеміміз толыққанды көктем болады. Ал көктемімізді бейнелеп біттік. Ал енді жаз мезгілін бейнелейміз. Барлығының жақсы көретін жыл мезгілі. Бірақ бұл жаз маған өте қиын берілді. Бірақ сонда да жаман емес, шықты деп ойлаймын. Ең алдымен бұл жерде біз сабақты
саламыз. Сабақты не үшін саламыз? Себебі бізде барлық мезгілдерде сабақтың суреттері болды. Ал жаз мезгілінде бізде сабақ жоқ. Ал жапырақ бір жерде болу керек, сондықтан да сабақты бейнелейміз. Тек қана жасыл жапырақтар емес, бұл жерде сары жапырақтар да кездеседі. Сол жапырақтарды және де тамыр бөлімінде жасыл шөпті бейнелеуге тырысамын. Енді жасыл шөпті бейнелемес бұрын менің сіздерге деген кеңесім қара түсті тамырдың, яғни гуашымыздың кепкенін күтуіңізді сұраймын. Себебі менікі сияқты жұмысымыз ластау болып шығуы мүмкін. Бірақ өсіп тұрған шөпті де жазды да, күзді де, қысты да, көктемді де толығымен бейнелеп шықтым деген ойдамын. Толықтырулар болса әрине толықтырамын. Қазір сары түсті қосамын арасына жақсылап. Бірақ ескеретін уақыт қара түсіңізді кепкенін күтуіңізді өтінемін. Енді көктем жақтағы талды осылай сары түспен бейнелесек, қыс жақтағы талға осындай көгілдір түсті көлеңке саламыз. Ал көктем жақтағы талға қызғылт түсті бояу қоссақ, жаз жақтағы талға жасыл түсті бояуды шетінен бояп шығамыз. Шөбіміздің бояуы кішкене кебін кіреді. Енді толықтырулар жасағым келіп тұр. Осылай арасынан сары шөптерді де қосқым келіп тұр. Болды, сонымен жолдастар, бізбен бірге сурет салып үйренгің келсе, YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.